Қайырлы күн менің оқырмандарым. Бүгінгі дайындайтынымыз сүтке піскен күріш ботқа. Ең алдымен күрішті жақсылап тұрып жуып аламыз. Суын төгеміз. Алдымен жақсылап тұрып су құйып отқа қоямыз да қайнатып аламыз. Қатты отқа қойып қайнатып аламыз, қақпағын жауып. Біраздан кейін, қайнағаннан кейін үстін көбігін аламыз. Күріштің үстіндегі көбіктерді алып тастаймыз. Күріш енді шамалы пісті дегеннен кейін мен 2 стакан сүт құямын. Енді сүтке пісіріп аламыз. Сонда ботқамыз керемет, тамаша, тәтті болады. Енді шамалы бір қайнатып алып, қақпағын жауып, шамалы бұқтырып қоямыз. Қант қосамыз, тұз қосамыз. Қанша қалайсыз, дәмін көріп, өзіңіз ұнатқанша тұз, қант қосасыздар. Әдемі, тамаша, керемет пісіп жатыр. Енді май қосамыз. Майды қосып, қақпағын жауып, шамалы 1-5 минут қоямыз. Күріш бәрін тартып алады, сонда керемет, тәтті ботқа болады. Өшіріп тастадық, астын шамалы 5 минут күтеміз. Керемет, тамаша ботқа болды. Менің немерелерім осындай ботқаны жақсы көреді. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруға ұмытпаңыздар. Май салдық қой, бірақ шамалы кішкентай май салуға болады. Менің немерелерім осындай қоюлау ботқаны жақсы көреді. Сұйық емес, қою ботқаны жақсы көреді. Ас болсын барлықтарыңызға, рахмет.